Не болды? Не істеп қойдым? Қалай болды? Мұнда Әкеңдерге не болған? Сіз не істедіңіз? Сіз адам өміріне балта шапқаныңызды білесіз бе? Бұл абайсызда болған дүние. Сіз маған өйтіп қатты дөрекі сөйлемеңіз. Мен дәл қазір полиция. Жоқ, звондамаңыз. Жіберіңіз. Алло, аурухана, тезірек келіңіздер. Мұнда оқыс оқиға болып қалды. Адам үйінде жатыр. Алло, полиция. Полиция, тезірек келіңіздер. Мұнда оқыс оқиға болып қалды. Сіз көресіз. Мен сізді соттатамын. Бұл жерде не болған? Қандай оқыс оқиға? Кім куәгер? Кім маған түсіндіріп бере алады? Кім куәгер? Мына кісі. Асықпай етіңіз. Мен протокол толтырып жатырмын. Адам өміріне қатысты жағдай ғой. Мен жолдан өтіп бара жатыр едім. Сосын мен мына кісінің құлаққапты келе жатырған жол жүргіншісінің қағып кеткенін көріп қалдым. Және де бұл кісі өзінің істегенін мойындамай тұр. Сіз бе қапқан? Есеп тұрсыз. Келсеңізші, адам өмірінен нұқсан өткен жоқсыз ба? Бұл абайсызда болған дүние. Ол да көшеден дұрыстап өтпей ме? Қалай абайсызда? Көріп тұрған жоқсыз ба? Жаяу жүргінші жолы, балалар жүретін жол. Бұл абайсызда болды. Не дегенмен, ол да көзіне қарап жүру керек қой. Қайдағы көзіне қараған? Жолда жаяу жүргінші жолды қарамайсыз ба? Мәкеңмен сөйлесіп көрші. Жоқ, сөйлеспеймін. Сіз не істеп тұрсыз? Қарындас, мүмкін басқа жолын қарастырып көреміз. Жоқ. Қазақстан Республикасының Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауы бойынша жемқорлыққа қарсы жол жоқ. Сіз не істеп тұрсыз? Жүріңіз біріншіге. Бұл жерде енді жол жүру кезіндегі оқыс оқиғаны жүргізушінің несі рөлі және полиция қызметкерінің рөлі сіздерге түсіндіріп Бұл жерде көптеген рөлдер сомдалған, яғни жемқорлыққа қарсы және кейбір полицияларға өзгенімді мысалға, яғни қағып кеткен жағдайда өздерінің кінәларын мойындамайды. Және де мәкеңмен сөйлесші деген жағдайлар да болады. Сөйлесіп жоғары жақта ағам бар еді. Олар негізі заңға қайшы және де өз жоғарыда отырған ағаларын пайдалану мақсатында айтады. Өз кінәларын мойындамайды. Жалпы біздің көрінісіміз жемқорлыққа қарсылықты дәріптеу болатын. Сондықтан біз осындай көрініс қойған болатын. Және де бұл жерде біріншіден заңда